Күн достар, 5 минутта жасалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Краб таяқшасын алып осылай ұзынша етіп турап аламыз видеодағыдай. Ыдысымызға саламыз бірден туралған краб таяқшасын. Онан кейінгі бізге қажет балғын қияр. Қиярымызды турап, ұзынша етіп, тарелкамызға саламыз тағы да. Бізге қажетті помидор. Помидорды да ұзынша етіп турап алып, тағы да ыдысымызға саламыз. Енді бізге қажетті жүгері, консервідегі жүгеріні алып саламыз. Енді ортасына майонез саламыз. Видеодағыдай енді және де сухарики қосамыз. Қытырлаған нан. Өте дәмді болып шығады. Сухариктің өзінің тұзы бар, салатқа тұз қоспаймыз. Неке салатымыз дайын болды. Осылайша дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жанар.